Қазақстан мен Қытай ертіс трансшекаралық өзен арқылы Ресей, Қазақстан, Қытай мультимодальды транзиттік дәлізін құрады. Бұл туралы бүгін елордада өткен алғашқы Қазақстан-Қытай көлік форумында айтылды. Тараптар Майқапшағай мұнай өткізу бекетінде ауыр жүк көліктеріне арналған жаңа шекара көпірін салып, үшінші әуе дәлізін ашуды жоспарлап отыр. Бұдан бөлек Шығыс Қазақстан және Алматы облыстарын Қытайдың көршілес аймақтарымен байланыстыратын екі жаңа автомобиль өткізу бекеті ашылады. Бүгінде Ақтау портында қытайлық компаниямен бірлескен контейнерлік хаб құрылысы жалғасуда. Әзірге порттарда кеме тапшы. Қазір елімізде небәрі 17 кеме жүк тасымалдауда. Қазір тағы да қосымша 17 кемен жоспарлап отырмыз. Соның ішінде 6 кеме биыл алады. Соны бүгін Қытай тарапымен бөлістік. Оларға да бізге де қуанатын жағдай, өйткені бұл Қытай тарапынан келетін транзитті одан арғы тағы да одан да көбейтеді. Мысалы, одан басқа транзиттен басқа екі елдің арасындағы осы жылдың 90-ы бойынша екі елдің арасында көлік пен автокөлікпен тасымалдау 83%-ға артып 822 мың тоннаны құрып отыр.